Астана қаласы Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайында халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция болып өтті. Бұл конференцияның бір ерекшелігі қазақ және ағылшын тілінде жүргізілді. Оқушылар сарайының бірінші қабатында ұлттық құндылыққа байланысты көрме ұйымдастырылған. Астана қаласының мектептері жасанды интеллект саласы бойынша түрлі жаңа жобалар мен бағдарламаларын арнайы дайындап, көрме төріне ұсыныпты. Көрме көрікті етіп ұйымдастырылған. Ғылыми тұрғыдан жаңа жобалар, жаңа бағыттар ұсынып тұрғандай. Келген қонақтарды күмбірлі күймен қарсы алып, оқушылар дайындаған ұлт аспаптары оркестрінің әуезді әуендерін ұсынды. Көп ұзамай көрме жұмыстарын аралап шыққан бойда халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияның пленарлық отырысы басталды. Отырыста мектеп оқушылары дайындаған бишілер тобы өз өнерлерімен жұртты баурап алды. Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияның пленарлық бөлімін бастауға рұқсат етіңіздер. Now we'll continue our conference. Please allow us to officially begin the plenary session of the International Scientific and Practical Conference. Астана қаласының әдістемелік орталығы білім берудегі серпіліс, цифрлық технологиялар, құндылықтар және зерттеу тәжірибелер атты тақырыпта ғылыми тәжірибелік конференция ұйымдастырыпты. Конференцияның пленарлық отырысын Астана қаласы әдістемелік орталығының басшысының орынбасары Мұхамеджанова Алма Қайыркенқызы сөз сөйлеп ашып, оның маңыздылығына кеңінен тоқталды.
Конференцияның тақырыбы білім берудегі серпіліс, ол өте маңызды тақырып. Мұғалімдер қазіргі таңда жаңа мүмкіндік алады. Мысалы, цифрлық технологиялар, сабаққа пайдалану, оқушыларға үйрету, және де адал азамат, біртұтас тәрбие бағдарламаның құндылықтарын пәнге енгізу, сол пән арқылы балаларды тәрбиелеу қазіргі таңда мұғалімдердің алдында жаңа міндет, жаңа мақсат болып тұр. Тек қана қазақстандық тәжірибе емес, халықаралық тәжірибені үйреніп, оны өзі сабақтарында пайдаланып, практикаға енгізу біздің мұғалімдерге осы конференция жақсы тәжірибелік алаң болып саналады. Ол жақсы мүмкіндік. Халықаралық конференцияға бүкіл Қазақстанның өңірлерінен келген ұстаздары қатысып отыр. Осы конференция бізге бүкіл ұстаздар қауымына, Қазақстанның ұстаздар қауымына жақсы мүмкіндік береді. Бүгінгі білім берудегі серпіліс, цифрлық технологиялар, құндылықтар және зерттеу тәжірибелер атты тақырыпта өтіліп жатқан халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияға ұйытқы болған Әлімхан Ермеков атындағы нөмірі 38-ші мектеп лицейінің ұжымы екен. Бүгінгі халықаралық деңгейде өтіп жатқан білім берудегі серпіліс, цифрлық технологиялар, зерттеу тәжірибелері атты конференция өтіп жатыр. Бұл Әлімхан Ермеков атындағы нөмірі 38-ші мектеп лицейі мен Астана қаласы білім басқармасы әдістемелік орталығының бірлескен жұмыс нәтижесінде жүріп жатыр. Бұл конференцияға түрлі шетелдерден, Моңғолиядан, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан, жан-жақты Италиядан спикерлер қатысып, өз тәжірибелерін бөлісіп жатыр. Ол тәжірибе неде? Сабақты зерттеуге байланысты. Бүгінгі жаһандану заманында, жасанды интеллект заманында шығармашы ұстаздар керек ақ. Неге десеңіз, қазіргі таңда цифрлық технологияларды құндылықтармен бірлестіре отырып, және жасанды интеллект заманында бірлесе сабақты зерттеу, ол бүгінгі күн талабы. Абырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясының ғылыми қызметкері Ахмер Біржан Ермекұлы құндылыққа бағдарланған білім беру атты тақырыпта баяндама жасаса, Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институтының шет тілдер пәнінің аға оқытушысы Ерғалиева Айсәуле Насырқызы цифрлық коммуникациядағы тілді трансформациясы, әлеуметтік желілер тілінің ерекшеліктері атты тақырыпта өзекті ой қозғады. Бұдан кейін Италия Рим қаласындағы Ла Сапиенца университетінің қолданбалы компьютерлік ғалымдар және жасанды интеллект мамандығының 3-ші курс студенті Бастырый Керем Әлихан өз ойымен бөлісті. Назарбаев университеті жоғарғы білім беру мектебінің ассистент профессоры Қанай Гүлмира Әмірханқызы өз тәжірибесін зерттеу арқылы әлемді өзгертетін ұстаздар атты тақырыпта ғылыми зерттеулер арқылы тәжірибе бөлісті. Бұдан кейін спикер Матай Жанарбек Америка құрама штаттары Калифорния университетінің зерттеуші ғалымы компьютерлік инженерник мектептерде сандық сауаттылықты қолдану маңыздылығы атты тақырыпта ғылыми тәжірибесін ұсынды. Моңғолия мемлекеті әдіскер санатында тәжірибелі ағылшын тілі мұғалімі Толқын Қанат сабақты және іс-әрекетті зерттеу үрдістері атты тақырыпта тәжірибе бөлісті. Бұл конференциядан үйренген нәрселеріміз өте көп. Мен Моңғолияда білім беру жүйесінде қолданылатын 3 платформа жайында таныстырдым. Солардың бірі Медли, Pearson, Edutин деп аталады. Медли платформасы Моңғолияда ең алғашқы платформалардың бірі. 2019 жылдан бастап қолданып келеміз. Бұл оқушылардың кез келген уақытында, бос уақытында сабақтарынан қалмай зерттеуге арналады, мұғалімдердің жұмыстарын жеңілдетуге, уақытын үнемдеуге арналатын платформаларды осы Қазақстандағы әріптестерімізге таныстыру. Келесі платформамыз Pearson деп аталады. Бұл ағылшын тіл сабағына қажет. 3 сыныптан 10 сыныптар аралығындағы оқушылардың ағылшын тіл сабағына арналады. Бұл ағылшынды қазір бізде Моңғолияда онлайн түрде зерттейді, үйрене алады. Мұғалімдеріміз сабағын онлайн түрде кіреді. Ерекшелігі Pearson платформасын әлемде 188 ел қолданады. Солардың бірі біздің Моңғолия болып табылады. Бұл платформаның ерекшелігі оқушылардың сол әр елдің ерекшелігіне сай. Моңғолияда жалпы дүние жүзінде әр елдің өзінің құндылықтарын дәріптеу ретінде болады. Жалпы Моңғолияда өз сабақтарын, жаңағы ұлттық тіл
әдебиет сабақтарын ұлттық құндылықтарға сай жасайды. Сонымен қатар бізде қазақ тіл сабағы бар. Өткенде ғана Абайдың 180 жылдығын тойладық. Бізде Моңғолия қазақтарының ерекшелігі ұлттық құндылықтарын жоғалта берген жоқ. Сол бұрынғы салт дәстүр әлі күнге дейін сақталған. Үлкенді сыйлау, кішіге ізет, білім алу және ұстаздарымызды сыйлау, балаларымыз тәрбиелі. Бұрынғы қазақта бар сақталған барлық құндылықтар мен дәстүрлер сақталған Моңғолияда. Моңғолияның қазақтары қазір 12 сыныпты бітірген соң балаларымыздың көбі осы Қазақстан мемлекетінде оқуды қалайды. Мысалы, жылына 100 оқушы бір мектепте бітіретін болса, соның 80 оқушысы Қазақстаннан оқуға тырысады. Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияға қатысқан ұстаздар Қазақстандағы білім беру саласындағы серпілісті өз көздерімен көріп, қол жеткізген жетістіктеріне тәнті болды. Жасанды интеллект саласы бойынша қарқынды дамып келеді дейді бізбен тілдескен маман. Осы тұрғыда Өзбекстан мемлекеті әдістемелік орталықтың тренері Дилназ Құдайбергенова халықаралық спикер ретінде өз ойымен бөлісті. 2 жылдан бері біздің мемлекетімізде білім беру системасының трансформациясы жүріп жатады. Ошол жерде ең чоң жаңы идея, мурун ал идея жоқ болчу біздің стандарттарда. Билимди баалуулуктарга байлабасак, ал билимдин пайдасы жок. Билим, көндүм жана баалуулуктардын балансы болбосо, балдарыбыздын билими да бар, көндүмү да бар, бирок мекенге болгон баалуулугу, ата-энеге болгон баалуулуктар, үй бүлөгө болгон баалуулук, жаратылышка болгон баалуулук болбосо, анын билими да бизге кереги жок, анын көндүмү да кереги жок. Эгерде баалуулуктарды сезип билими болуп, бирок аны ишке ашыра албаса, ал да туура эмес. Эгерде көндүмү бар, колунан келет, баалуулукту сезет, бирок билими жок, ошону кантсы жол менен кылганда туура болот, билбесе, анда ал жерде да баланс бузулат. Биздин жаңы стандартыбыз азыр талап кылып аткан нерсе баланс болуш керек. Билим, көндүм жана баалуулук. Өзүнүн сезимдерин билүү, өзүнүн сезимдерин башкаруу жана баалуулуктар бул жалаң эле көнүп калган ыр жомок эмес. Баалуулук бул илим, баалуулук билим, баалуулук биздин мекенибиздин жаратылышы, баалуулук биз бири-бирибизге кылган мамиле. Баалуулук балдарыбыз бул эң чоң баалуулук. Эгерде ушул балдарыбызды туура билим берсек, ошол билимди колдонгонду үйрөтсөк, ошону менен бирге кылып аткан жумушуна, жашап аткан коомго, жашап аткан мекенине баалуулуктарын сезбесе, сүйүүсү болбосо, Казакстандын азаматы же болбосо Кыргызстандын жараны болбосо, анда ал балага билим берүүнүн эмне кереги бар? Ал баланы турмушта колдонуунун эмне кереги бар? Ал Казакстанга да кызмат кылбайт, ал Кыргызстанга да кызмат кылбайт. Мамлекетибиз өнүгүү үчүн ошондой балдарды тарбиялашыбыз керек, ошондой балдарды окутушубуз керек. Ал балдарда билим болсун, көндүм болсун, баалуулуктар болсун. Ошондо биздин келечегибиз сонун келечек болот. Казакстандын билим берүү системасы менен Кыргызстандын билим берүү системасы биздин максатыбыз бир эле. Туура билим берүү, туура тарбиялоо, ошол алган билимин турмушта колдонуп, мыкты азамат болуу. Бул биздин максатыбыз. Ишибиз деле бирдей. Балдарды жөн эле билим берип окутуу эмес, ошол алган билимди колдонуп, замандын талабына жооп берип, заман кандай талап кылып атса, эртең кечеги күндү карабастан мойнунун артына сунуп, алдыга карап, мен ушуну кылсам, эртеңки күнүм кандай болот деген балдарды тарбияласак, Казакстандын аракети күчтүү аракет. Бул жерде болуп аткан өнүгүү, өсүүнүн бардыгын өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Астана каласы канчалык өзгөрүп, канчалык кооз кала болгонун өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Бирок балдарды дуалдар окутпайт, балдарды адамдар окутат. Ушул калада сонун мугалимдер иштейт. Ушул жерде сонун балдар окуйт. Ойлоймун, келечегибиз кең. Бүгінгі халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция халықаралық деңгейдегі жоғарғы оқу орындары мен техникалық кәсіптік білім беру мен жалпы орта білім беру ұйымдарының педагогтарына арналған. Іс-шара қызықты, жаңа жобалар мен жаңалыққа толы болды.
қажетті әдіс-тәсілдерге толық ақпараттар алдық дейді білікті мамандар. Ұлттық құндылықты бастауыш сыныптан дамыту, дарыту, ол біздің басты негіз болып келеді. Отанын сүйетін, ана тілін ардақтайтын, салт дәстүрлерін құрметтейтін ұрпақ тәрбиелеу, ол біздің басты мақсатымыз бастауыш сыныпта. Оны дамыту жолдары сабақта қолданатын мақал-мәтелдер, рәміздердің тарихы, еліміздің тарихы, мектептегі өтетін іс-шаралар, осының барлығы ұлттық құндылықтарымызды дарытуға арналған жолдар. Осыны барлығымыз ұстансақ, болашақта біз адал ұрпақ, адал азамат, өз елін сүйетін отан жанды ұлт ұрпақ тәрбиелейміз. Білім берудегі серпіліс, цифрлық технологиялар, құндылықтар мен зерттеу тәжірибелері, білім беру үрдісінің цифрлық технологияларды тиімді қолдану, құзыреттерді қалыптастыру, заманауи тәсілдерді пайдалану, оқу сабақтарын әзірлеу құралдары ретінде енгізу, сабақ зерттеу әдістері, инклюзивті және құндылықта негізделген білім беру мүмкіндіктерінің аясында педагогтардың инновациялық тәжірибесімен бөлісуге арналған кәсіби алаң құру мақсатында өту жоспарланып отыр екен. Бүгінгі халықаралық конференция білім берудегі серпіліс атты халықаралық конференцияға қатысып, мен өз іс тәжірибемен бөлістім. Бүгінгі менің баяндамамның тақырыбы математика пәнінде lesson study, яғни сабақты зерттеу арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын арттыру. Яғни PISA талаптарына сай оқушылар өзінің алған теориялық білімдерін практикада өмірде қолдануын үйретуді басты назарға алдық. Және де мен өзім зерттеу сабағын өткізіп, өз іс тәжірибемен бөлістім. Конференцияға Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігі, Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясының қызметкерлері, шетелдік және отандық жоғарғы оқу орындарының профессор оқытушылары, техникалық және кәсіптік білім беру мен жалпы орта білім беру ұйымдарының педагогтары мен ғалымдар және зерттеушілер шақырылыпты. Астана қаласының Әлімхан Ермеков атындағы номер 38 мектеп лицейінің бірнеше ұстаздары 2017 жылдан бастап дүниежүзілік валс конференциясына баруда. Міне 6 жыл қатар сонау Голландия елінен бастап кешегі күнде Жапон елінде мектебіміздің 5 мұғалімі бірдей жәнегі тәжірибесімен бөлісіп қайтты. Әр мемлекеттің өзінің тәжірибесі, әр мемлекеттің өзінің мәдениетімен тәжірибе алмастық. Міне, бүгінгі күнде Астана қаласымызда халықаралық деңгейде осы сабақты зерттеу, жасанды интеллекті, құндылық, скаффолд әдістері бойынша үлкен халықаралық деңгейде ғылыми тәжірибелік конференция өткізіп жатырмыз. Бүгінгі халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияға 5 мемлекеттен бірнеше делегаттар келіп қатысып, Қазақстанның сабақты зерттеу әдіс-тәсілдерімен тәжірибе алмасуда. Және сонымен қатар Қазақстанның әр облыстардан 500-ден астам әріптестеріміз бүгінгі күнде тәжірибесімен бөлісуде. Конференцияда заман үрдісіне сәйкес цифрлық технологияларды тиімді қолдану, құзыреттіліктерін қалыптастыру, инклюзивті және құндылықта негізделген білім беру мүмкіндіктерінің аясында педагогтар өздерінің инновациялық тәжірибесімен бөлісуде. Бүгінгі халықаралық конференция заманауи тақырыптағы жасанды интеллекті, құндылықтар, білім саласындағы жаңа технологиялар қолданудағы серпіліске қатысты болды. Бұл іс-шараға Америка құрама штаттары, Италиядан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Монголиядан және біздің Қазақстан Республикасының үлкен жоғарғы оқу орындарынан, соның ішінде Назарбаев университетінің ғалымдары, студенттері, біздің Қазақстанның мұғалімдер келіп қатысты. Бұл іс-шараны ұйымдастырушы Әлімхан Ермеков атындағы 38-ші мектеп ұжымы. Бұл ұжыммен бірге Астана қаласы әкімдігінің әдістемелік орталығының әдіскерлері бірігіп іс-шараны ұйымдастырды. Іс-шара өзінің жоғарғы деңгейдегі нәтижесіне жетті. Барлық мұғалімдер өздерінің іс тәжірибелерімен бөлісті. Ең негізгі бұл жердегі іс-шараның мақсаты тәжірибе алаңы.
Бұл жердегі біздің енді айтқымыз келгендегі ең негізгі мәселе жасанды интеллектіні зерттеу сабақтарында, lesson study'да немесе іс-әрекеттегі зерттеу, action research, міне осыларда біз қалай қолдана аламыз, бұны біз жүзеге асыра аламыз ба? Бұл мәселе бүгінгі күннің ең өзекті тақырыбы болды деп айтуға болады. 19 ғасырда хакім Абай үлкен зерттеулерменен бізге қалдырып кеткен. Бұл туралы Австралияның атақты философы Питер Шон өзінің Абайдың білім саласындағы философиясы дейтін баяндамасын осы жуықта жариялады ағылшын тілінде. Сол баяндамада бұл кісі Абайдың білім беру философиясының кереметтігін нақты дәлелмен көрсетеді. Бұл жерде ең негізгі дәлелді кіммен келтірген? Америкалық атақты философ, білім саласының үлкен зерттеушісі Джон Дьюи дейтін атақты ғалым бар. Сол ғалым жалпы білім саласындағы ең негізгі фигура бұл мұғалім деп көрсетеді. Ал Абай оқу білім керек, оның ең негізгі түйінді жүзеге асыратын фигурасы кім дегенде оқушы деп көрсетеді. Міне бұны Питер Шон нақты дәлелменен өзінің мақаласында көрсетіп берген. Бұл арқылы нені білдіреді? Бұл жасанды интеллектіде оқушы негізгі міндетті атқарушы, негізгі фигура екендігін сол кезде Абай өзінің білім философиясында көрсетіп кеткен болатын. Бұл қандай дәлелдерге сүйенеді? Себебі біздің қазіргі балаларымыз альфа заманның баласы. Альфа заманның баласы деп отырғанымыз гаджеттің, телефонның, компьютердің баласы. Енді қараңыз, бұлар тек осыменен жұмыс жасайтын болса, біз сабақ берудегі технологияны, әдіс тәсілді мүлдем біз өзгерту керекпіз. Керісінше, бұл жерде оқушылардың жаңағы альфа бала екендігін ескере отырып, олардың қызығушылығындағы жаңа технология, техниканың меңгеруін ескере отырып, біз тапсырмаларды мұғалімдер өздері жасамай, оқушыларға жасату үшін сол жасанды интеллектінің платформаларын пайдалану арқылы оқушыларға тапсырма беріп өздеріне жасатсақ, бұл жерде оқушылардың өздеріне жасанды интеллектінің қателерін таптыру арқылы біз қалай қолдануға болатындығын өздері арқылы үйрете аламыз. Бұл жасанды интеллектінің бір ең үлкен маңызды жағы деп айтуға болады. Бүгінгі конференцияда жасанды интеллект, цифрлық сауаттылық, ұлттық құндылыққа байланысты құнды ақпараттары алдық дейді жиналған жұрт. Конференция соңында ерекше әдіс тәсіл көрсеткен ұлағатты ұстаздарға мақтау қағаздары мен алғыс хаттар табыс етілді. Білім берудегі серпіліс, цифрлық технологиялар, құндылықтар және зерттеу тәжірибелері атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциямыз өз мәресіне келіп қалды. Сол себепті марапаттау рәсімін өткізу үшін сахна төріне Астана қаласы әкімдігінің әдістемелік орталығының әдіскері, білім сарапшысы Мәдениет Хабатұлын шақырамыз. 2025 winner of the European Union Educational Fund, national trainer, badge holder, methodological center and educational expert to the stage to conclude today's International Scientific and Practical Conference. Біздің шақыртуымызды қабылдап бүгін ортамызға келіп, өз тәжірибелерімен бөлісіп отыр. Қанат болған қанатқа табыстауға рұқсат етіңіздер. Дәл осындай мәтінде Айтжан Еркеназ Асылбек қызына табысталады. Қарлығаш Нұрлан қызы. Дәл осындай алғыс хат Бірлесуат Қамар Нұрлан қызына табысталады.